Қалдарыңыз қалай? Біз міне анаммен, екі бауырыммен Екібастұз қаласынан жолға шығып барамыз. Анамның бір атадан қалған інісі бар еді, сол қайтыс болып, соның намазына кетіп бара жатырмыз. Күн деген Астанада әрине аяз басталып жатыр. Екібастұз қаласына келдім мен түнде. Екібастұз қаласында да күн уже кәдімгі қыз қылышын сүйретіп келді дегенді білдіріп жатыр. Жалпы айтайын дегенім, аман болыңыздар, ауырмай жүріңіздер. Қазір тұмау дейміз, вирус дейміз, өте қатты жүріп жатыр дейді. Мен әлі сол жазыла алмай жүрмін. Сонда да жолға шығып бара жатырмыз. Тете екі бауырымен кетіп бара жатырмын. Неге? Қатырып кеттім. Мен кенже бауырым. Қазір оның алдындағы бауырым кіреді. Екеуі бір-бірімен ойнап. 12 мыңға бензин, 3,5 мыңға. Әзілдері жарасып жүр құлындарым сол. Бір-бірімен әзілі бітпейді бұлардың. Шут етіп, міне екіншінің дейді. Жеңізді қатырып кеттім дейді. Қатырып кеттім мен. Не істеп? Газды мен құйдым полный, бензин дол құйдым. Газды 3 теңгеге полный құйдым, ол 12 теңгеге. Күшті. Солай соңғы қатырып кеттім деп отқан. Разница көрдің бе? Газда солай кетті, бензин де сондай кетті. Ол просто бірдей жейді екеу. Жоқ, несін айтамын, канаж битетін айтамын. Ол 40 қанша кетті? 45'e кетті ба? Газ 46 кетті ма? Бензин 42 кетті. Мына жуырда машина алған інім. Міне мені пенсияға шығайын деп жатқан бауырым. Алдында шеше отыр. Мынау басып тұрады. Трассаға шығады. Баяғыда мен Ауди болды ғой. Әже спидометр қарап отырады ғой. Ана мен Ауди 100-ге дейін бар, тағы қарай бармай спидометр. Соны осыдан шықтым ауылға. 2 жарым сағат ауылға түстім ба? Бұл көше өшті. Ана мен 160, 170, 180-ге дейін басым. Қарап қойды, 100 бақ өре тұрайын деді. 100-ге спидометр қарап, 100 бақ өре тұрайын деді. Алдыда спидометр қарап отырады ақын. Айда басып дейді. Сейсекең ай дейді. Қазбек. Ой дейді. Ақын жүрек. Аса тағы бір бауырымды көрдік, КамАЗбен груженный кетіп барады екен. Міне кездеседі қазір екі інісімен. Жаным сол. Бұл ана жолы қызын ұзатқан бауырым ғой. Қазір бізге келеді. Кетіп барасыңдар ма? Иә. Қалайсың Қалайсың бауырым? Қалың қалай, десақ қалай? Қалдарың қалай? Айдап барасыңдар, суыңа бәспәші жүрді ма? Жоқ, жылы. Жылы ма? Өзің қалайсың? Жақсы. Кетіп барасың ба неден? Әңгіме соғып тұр шағалынылар. Жандарым сол. Туған ағамнылар бұлар. Менің туған бауырларым. КамАЗдармен. Шөбі де КамАЗист. Шөбінің КамАЗы бар. Аллаға шүкір. Мына жеңіл машинаны жуырда алған бауырым. Сейсен деген кенже бауырым. Сонымен кетіп барамыз. Неме дейді ағаларым? Машинаны жаңа көрді ма? Көрді. Зүй ма? Штраф қосып қапты қанша қарағанда. Дуди ма? Әжемен жүргендердің бәрі сұрап қатысатын болды. Ана жол дарын түспеген сенеге. Мынас. Өткенде татемен барғанда түскен ба? Қатты жүреді ол. Менің өзім екі рет түсті ана жол. Білінбейді ма камералар, майфайлар? Білінбейді. 18 мыңға түсіп қапты штрафқа. Бәлі дейді.
әлі дейді. Ең қасиетсіз дейді. Мен қасиетсіз дейді. 12-де бір нұсқа жоқ дейді әлі. Түс болды, 12-де бір нұсқа бар. Саған толқынсын деп қойды. Видео. Оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Менің мына жерде нағашы жұртыма келіп міне қуанып жатырмыз. Алтындарым, жандарым, қымбаттыларым міне. Мәржанның шаңырауына келіп. Тол қиым жағым келеді. Жаман сағына десейші. Я айтқам енді қастатсайшы. Мынау шешемнің сіңлісі. Міне менің шешемнің міне сіңлісі. Сіздер білетін Арғынның нағашы апалары, міне нағашы жұрты. Сондықтан міне осы жерде бәрі отыр. Қызығып өзіміз қуанып отырмыз. Бүгін бір себеппен келсек те, бірақ туыстарымызбен қауышып отырмыз. Осындай жақсы отырыс міне. Міне Толик біздің Қарағандының жұлдызы. Айко екеуі. Ауылдың жұлдызы да бар. Сіздерге де рахмет жанымыз. Міне осылай міне осы жерде бәрі отыр. Міне Зипа апам отыр міне. Міне Дүйсен ағамның тұяғы отыр мына жерде. Жандарым сол, бәрің аман болыңдар міне. Түгелі. Ал,